Өткенде менің алдыма бір мұғалім жігіт келді. Жас жігіт, 30-да жасы. 22 кредиті бар бойында, 22 кредит. 2 кредиті бар, 2 банкте, одан ары қарай, ана кішкентай займдар ала берген, анан жабан деп ала берген, өзі мұғалім. Зарплаты 300-400 мың теңге. Көзінден нұр жоқ. Ал, пожалуйста. Сен қалай мұғалім боласың? Мойныңда бәленбай миллион кредит тұрса. Ана сенің алдыңа келіп отырған балаларға қалай сен білім бересің? Ойлашы. Біз жоқ дегенде барамыз да, мынаны рассрочкаға аламыз да, сонымен 1 жыл төлеп бітеміз. Бұл біткеннен кейін 16 шығады, 10 алып аласың, тағы 1 жыл төлейсің. Бәріміздің мойнымызда сол қазір. Ойлану керек адам баласы. Сондықтан айналайындар, жігіттер, тегімізді былғамайық. Қазақ текті халық болған. Бұл